сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу 4 сынып 73 сабақ. Жануарлар туралы тағы не білеміз тақырыбында. Бағалауға негізделген сұрақтарға жауап береміз. Мәтінге кейіпкерлер қосып жаңа оқиға енгіземіз. Сипатта. Бірінші тапсырма. Ыбырай Алтынсариннің «Жаман жолдас» мысал әңгімесі және Маша мен Аю ертегісіндегі аюлардың мінез-құлқын сипаттаңдар. «Жаман жолдас» әңгімесіндегі аюдың мінезі қатыгез, мейірімсіз, қауіпті және қатал болды. Ал Маша мен Аю әңгімесіндегі аюдың мінезі көңілді, ақкөңіл, мейірімді, балажан, жанашыр, еңбекқор және өте төзімді болып келеді. Келесі тапсырма. Кинодағы аюды өмірдегі аюмен салыстыр. Кинодағы аю ақкөңіл, аңғал, қамқор, балажан, сүйкімді, момын, ақылды болады. Өмірдегі аю қатал, мейірімсіз, қорқынышты, жыртқыш, қауіпті, жабайы болады. Келесі тапсырма түсініп оқы. Ахмет мерген. Ахмет ақсақал ертеңгі шайын ішіп отыр еді. Омарташы Оспан кіріп келді. Өңінде абыржу бар. «Иә, Оспанжан, ертелетіп неғып жүрсің?» деді Ақаң. «Ақа, өте қиын жағдай болып тұр. Омартама бір аю 2 түн келіп, 2 жәшігімді шағып балымды жеп кетті. Сол бәледен құтқарыңыз» деді Оспан. «Өзің көрдің бе? Қай жақтан, қай мезгілде келеді?» «Әлет жақтан таңға жақын келеді. Қоңыр аю келеді де шетте тұрған жәшікті тасқа бір қойып, шағып балын жейді. Атуға қорықтым. Атпағаның дұрыс болған» деді Ахмет. «Өлтіре алмасаң өзіңді мерт қылады. Құсақтың сары аюы кісіге шабады, ал әлеттің қоңыр аюы болса зиянсыз, момын, оны атуы обал». «Ақа-ау, ол пәле шаруашылыққа зиянын тигізіп жатса қалай шыдайсың? Өлтірмеу керек» деді Ақаң. «Сол маңайға келмейтіндей етіп қатты қорқыту керек. Олай болса сол маймақты өзіңіз бір жөнге салып беріңізші». «Жарайды». Сол күні кешке таман Ақаң омартаға келді. Аюдың омартаға келетін жолын, бал жеген жерін, суға сүңгіген орнын қарап шықты. Мұнан кейін ұзындығы 4-5 құлаштай жіңішке кендір жіпті балауызбен ысқылап алды да жүріп келе жатқан аюдың мойнына ілінерлікті етіп тұзақ құрды. Жіптің екінші ұшына үлкен дөңбек байлады. Құлан иектеніп, таң бозара бастағанда үйдің төбесінде күзетте отырған Ақаң мен Оспанның құлағына сыбдыр шалынды. «Осы келе жатқан күткен қонағымыз болар» деді Ақаң. Сыбдыр анық естіле бастады. Бір кезде салдыр-гүлдір дыбыс шықты да аюдың ақырған даусы естілді. «Тұзаққа ілінді» деді Ақаң. Ызаланған аю секіріп барып соңынан қалмай жүрген дөңбек томарды құшақтай алып лақтырып жіберді. Ауыр дөңбек мойнындағы тұзақты жұла тартып, аюдың өзін қалпақтай ұшырды. Аю атып тұрып дөңбекке өшіге ұмтылып тағы да лақтырды. Өзі де мұрттай ұшты. Аюдың ісіне Оспанның ішек-сілесі қатты. Аю қатты ақырды. Дөңбекті тырналады да құшақтай көтеріп алып талтаңдай жөнелді. «Дөңбекті суға тастап пәледен құтылмақ болып барады» деді Ақаң. Құсақ өзенінің бұл тұстағы ағыны қатты, жағасы тік. Аю дөңбекті суға атып жібергенде өзі де бірге құлап түсті. Су ағызған аюды тұзақ буындырып жағаға шығуға ерік бермейді. Аю жағаға тартса дөңбек ағыс бойымен төмен тартады. Аю судан шығып тұрған бір жұмыр тасқа жармасты. Бірақ күшті ағысқа түскен дөңбек тұзақты жұлқи тартқанда жылтыр тастан аюдың табаны тайып кетті. Бір тасқа тағы жармасты. 4 ағындап тастың өр жағында тырмысып тұр. Ағын жұлқыған дөңбек аюды мойнынан қылғындыра тартады. Гүрс ете түскен мылтық даусы төңіректі селт еткізді. Домбыраның ішегінде керіліп тұрған арқанды оқ қиып өтті. Дөңбек көбікке көміліп ағып кете жаздады. Мылтық даусынан шошыған аю байлаудан босанысымен арғы жаққа шықты да қорбаңдап қаша жөнелді. Соңынан қарап тұрған Ақаң: «Қатты қорыққан шығар, енді сенің
омар таңның маңайынан баса қоймас, егер тағы да тентектік жасаса осылай үркітіп жібер деп күлді. Бұл кезде тарбағатай тауының бір қырқасынан алтын шұғыласын шашқан күнде көтеріліп келе жатты. Авторы Смағұл Кенжеғұлов. Әлет, жер атауы, дөңбек, жуан ағаштың кесіндісі, құлан ектену, таң ата бастау деген мағынаны білдіреді. Ал енді балалар, тапсырманы орындаймыз. Үшінші тапсырма: Ахмет қоңыр аюды неге атқызбады? Ахмет қоңыр аюдың адамға кесірі жоқ, ол момын деп атқызбады. Оны атса да обал болады деді. Төртінші: Ахметтің мергендігі оқиғаның қай сәтінде көрінді? Оның аю байлаған арқанды атып түсіргенінен қандай мерген екенін көреміз. Бесінші: мәтіндегі негізгі ойды түсіндіріңдер. Негізгі ой: аңдарды атуға болмайды, оларға обал жасамау керек. Келесі: білгенге маржан. Балауыз араның безінен бөлінетін зат. Адамдар ежелден оны шырақ жасауға қолданған. Анықта. Алтыншы тапсырма: аюға тән сипаттаманы тап. А. Ақырды қорбаңдады, талтаңдай жүгірді. Ә. Ұлыды, ысқырды, ырғып кетті. Дұрыс нұсқасы балалар А жауабы екен. Ақырды қорбаңдады, талтаңдай жүгірді. Бұл аюға тән сипаттама. Осы сөздерді қимыл қозғалыспен көрсетіңдер балалар. Келесі жетінші тапсырма: Ахметтің орнына араларды кейіпкер етіп алып, мәтінді өзгерте алар ма едің? Оқиғаны ертегі түрінде әңгімелеңдер. Біз былай деп әңгімелейміз балалар. Аралар аюдың күнде келіп аралардың күні бойы жинаған балын жеп қоятынын көргенде әбден ызаланыпты. Олар бір күні аюды қорқыту үшін жоспар құрады. Сөйтіп аю кезекті күні бал іздеп келеді де бал тұрған ыдыстың қақпағын ашып кеп қалады. Сол кезде барлық аралар ішінен атып шығып аюдың артынан қуады. Быжылдап шыққан аралардың даусынан аю әбден қорқып жүгіре жөнеледі. Аралардың кейбірі аюды қорқыту үшін оны бір-екі жерден шағып алады. Осылайша аю бұл мекенге жоламастай болыпты деп әңгімелеуге болады балалар. Келесі 8-ші тапсырма: қорытындыла. Жазушы суреттеген оқиғадан қандай ой түйдің? Жазушы суреттеген оқиғадан жыртқыш жануарларға әлің келетініне, сенімді болмасаң атпау керектігін, оны өлтіре алмаған жағдайда кейін қайта келіп саған шабуыл жасайтынын ұқтым. Керісінше реті келсе тек оларды қорқытып қана қойып өлтірмеу керек. Келесі үлкендердің көмегімен кестені толтырыңдар. Аю Қазақстанның қай аумағында кездеседі? Тиянжан, Жоңғар алатауы, Тарбағатай, Сауыр және Алтай тауларында кездеседі. Мәтіндегіден басқа тағы да қандай аю түрлері бар? Ақ аю, ақ төсті, қоңыр аю, малай аюы, көзілдірікті аю және де үлкен панда деген түрлері кездеседі. Мәтіндегі жер-су аттарын көшіріп жазыңдар. Әлет, Құсақ өзені, Тарбағатай. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды және де достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар.